Әсер, өткенде бір жаңалықпен бөлісемін деп едің ғой. Ол ана Шымкентте өткен халықаралық садақпен ату жарысы болыпты ғой. Сонда біздің жерлесіміз Бақаев Айдын қатысып, жүлделі орын алып келіпті. Қуанышты жаңалықты сізбен бөлісейін деп едім. Кеттік онда, осы жақсы жаңалықпен басқалармен бөлісейік. Күн жарық болсын, құрметті тыңдарман. Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары? Құрметті тыңдаушылар, көптік жалғау мен көмектес септігін жалғарда дұрыстап ойланайықшы. Садақпен ату емес, садақ ату. Жаңалықпен бөлісу емес, жаңалық бөлісу. Алтыларыңызда көрген бейнероликте осындай қателіктер басым алды. Айтқаныңмен келіспеймін емес, айтқаныңа келіспеймін. Марапат қаржылай сыйақымен берілді емес, марапат қаржылай сыйақы қосып берді дегеніміз дұрыс. Құлпынаймен тосап емес, құлпынайдан жасалған тосап. Тосаппен шай емес, тосап қосылған шай. Қысқасы, мен, бен, пенді жалғастырмас бұрын, калька емес пе екен деп ойланып тексеріп көріңіз. Көп жағдайда көмектес септігі қажет етпейтін қазақша баламасы болады. Мәлімет сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.